Жүрек. Жүрек іші қуыс бұлшықетті мүше. Ересек адам жүрегінің салмағы 250-300 грамм. Жүрек кеуде қуысының сол жағында орналасқан. Ал жүректің қызметі тоқтала кетсек, жүректің негізгі қызметі организмдегі қанды қан тамырларына қуалау. Ол бұл жұмысты еттерінің жиырылуы мен босаңсуы арқылы атқарады. Жүрек еттерінің жиырылуын систола, ал босаңсуын диастола деп атайды. Жүрек еттерінің бір рет жиырылып босаңсуын және тыныштық кезеңмен өтуін жүрек айналымы немесе жүрек циклі дейді. Жүрек циклі жүрекшелердің жиырылуынан басталады. Ал енді жүректің үш дұшпанына тоқтала кетсек, олар жоғары қан қысымы, холестерин және қант диабеті. Мен қазір сіздерге осыларды жеке-жеке түсіндіретін боламын. Қан қысымы. Қан қысымы жүректің сығылуы кезінде, қан тамырларға үрлеген кезде тамырларға жасайтын қысымы болып табылады. Жүрек сығылған кезде тамырдағы қысым жоғары қан қысымы. Босаған кезде тамырдағы қысым төмен қан қысымы болады. Жоғары қан қысымы әдеттегіде 140, ал төмен қан қысымы 90. Көп болса, жоғары деп саналады. Белгілері: таңертең оянғанда желке аймағында ауырсыну, кейде бас айналу, тез шаршау байқалады. Холестерин, әсіресе жануар етінен жасалатын азықтарда болатын және көп мөлшерде қолданылғанда тамырдың ішкі бетіне жабысатын холестерин деп аталатын май. Тамырларды қатайтады және тамырдың бос жерлерін бітейді. Қант диабеті. Инсулин деп аталатын ұйқы безінен бөлінетін гормон азықтардан алынған глюкоза деген шекерді қаннан ткандерге өткізеді. Қант диабеті кезінде инсулин бұл қызметті атқара алмайды және қанда глюкоза мөлшері артады. Қант шекері қалыпты деңгейде ұсталмаса, көз, бүйрек, жүйке жүйесі және де органдарда емделетін аурулар пайда болады. Белгілері: көп су ішу, жиі және көп дәретке бару, тез ашығу, көп тамақ жеу, шаршау, әлсіздік, аш қарынға қан анализі 126 д-ға шықса, қант диабетінің белгісі болып табылады. Ал енді жүрекке зиянды және пайдалы нәрселерге тоқтала кетсек, жүрекке зиянды нәрселер олар: шекер мен тұз, дайын тағамдар, семіздік, көп жұмыртқа жеу, ішімдіктер, стресс, шұжық, гамбургер, май, қызыл ет, әрекетсіздік, лас ауа, темекі. Мұның барлығы жүрегімізге зиянды нәрселер. Ал жүрекке пайдалы нәрселер сұйық майлар, таза ауа, балық және тауық, көбекті нан, тыныш өмір, жаттығулар, майсыз және айран және сүт, көкөніс және жеміс. Ал сіздер және жүрек жайлы қандай ақпарат білесіздер? Бұл жайлы комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздердің ақпараттарыңыз мен үшін маңызды және қызықты. Сіздермен болған Сәуле. Көріскенше сау болыңыздар.